Самса түйудің 5 түрлі жолын үйренгіңіз келе ме? Әр түрлі самсаларды түйіп жасағыңыз келеді ме? Олай болса, менімен бірге болыңыз. Сәлем достар! Бүгінгі бағдарламада осындай самса түйудің 5 түрлі тәсілін үйренетін боламыз. Сіздермен Сарыағаш тәттілері. Менің алдыңғы видеоларымды көрген болсаңыз, бұл самсаның қамырының қалай жасалуы, ішіндегі салмасы барлығы толық көрсетілген. Енді осылай жайылған қамырларымызды шетінен алып, осылай түйіп бастаймыз. Мұқият қарап отырсаңыздар, осындай самсаның неше түрлі түйу тәсілдерін көрсететін боламын. Мына жерде самсаның жанына қарап түйілген түрі, ұйғыр самсасы деп атады, түрік самсасы деп атады, өздеріңіз қалауларыңызша. Және де осылай тамшы самсаны түйуге де болады. Осылай дөңгелектеп бір шетін осындай бұрыштап түйесіздер. Өте әдемі, қолдарыңыздың ең главный жаңағы икеміне байланысты түйіп кете бересіздер. Негізінен адам жасағанда адам жасайды. Главный сіздерде жасаймын деген ниет болса болғаны. Тағы да сіздерге қайталап көрсетіп жатырмын. Өрілген самса міне, және де гүл тәріздес самса үшбұрыштап алып, осылай жанына қарап қыстырып қоя саласыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Осылай түйіп кете бересіздер. Достар, егер де менің видеом ұнап жатқан болса, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз, комментарийларыңыз маған одан бетер шабыт сыйлайтыны анық. Енді осылай самсаларымызды кезегімен барлығын осындай әп-әдемі түйіп шығамыз. Осылай неше түрлі қылып түйіп, күнделікті осылай әртүрлі самсалардың түрлерін жасап отырсаңыздар, отбасы мүшелеріңізге, әсіресе жұбайыңызға, балаларыңызға деген сияқты күннен күнге қызық болатыныңыз анық. Яғни күннен күнге дамып, жаңалықтарды жасап, осылай үнемі адам алға қарай ілгері дамып отыруы тиіс деп ойлаймын. Міне осылай барлығын түйіп алдық самсаларымызды. Бұл жерде менде 23 штук самса. Бетіне әдемілеп жұмыртқамыздың сарысын, ағын жағып шығамыз. Және де қалауларыңызша күнжіт сеуіп шығамыз. Осылайша алдын ала қыздырылған пешімізге, духовкамызға 220 градуста 30-35 минутқа саламыз. Енді өздеріңіздің духовкаңыздың ыңғайына қарайсыздар. Менде осындай градуста пісіп шықты. Міне достар, біздің әп-әдемі сүп-сүйкімді неше түрлі түйілген, өрілген самсаларымыз дайын. Адам жасағанда адам жасайды. Олай болса, сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.